Бәріңе қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Крейдер. Біз бүгін паттернның үшінші заңдылығы, паттерн поглощения немесе жұтып алу паттерны дейді. Соның заңдылықтарын, қағидаларын бәрін үйрететін боламын. Қай жерде кездесетін видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Ал ағайын, сабағымызға кірісетін болсақ, паттерн поглощения деген қандай болады? Паттерн поглощения негізі заңдылығы бойынша, мысалы, қарайтын болсаңыздар, міне, мысалы, бір паттерн, қазіргі құралып біткен паттерн, алдыңғы паттернды денесімен басын немесе денесімен басын бірге жұтып алу керек. Егер жасыл паттернды күтіп отқан жағдайда болсаңыз, егер қызыл паттернды күтіп отқан жағдайда болсаңыз, міне, көлеңкесімен денесін жұтып алу керек. Бұл жерде ешқандай көлеңке, бас, мойын деген ойнамайды. Бұл жерде только денесімен ғана ойнайды. Ең идеальный ситуацияны мен сіздерге қазір мысалға сызып көрсететін болсам, ең идеальный ситуация, мысалы, қараңыздар, міне қызыл паттерн орындалды деп есептейік. Мына жерде міне қызыл паттерн орындалды. Үстінде кішкентай көлеңкесі бар, басы бар, міне. Одан кейін жасыл паттерн құрады. Жасыл паттерн негізі қандай болу керек? Егер бұндай ситуацияға жолығатын болсаңыз, жасыл паттерн міне өзінің денесімен қызыл паттернның қызыл паттернның басымен мына денесін өзінің денесімен жұтып алу керек та. Кішкентай, үлкен болу керек. Бұндай бола береді, мынандай кішкентай болса да бола береді. Бірақ мынандай шлей ұзын болып кетпеу керек, бұл уже жарамайды, бұл кезде бұл паттерн. Осындай паттерн поглощение деп аталады. Егер жоғары қарай, тренд жоғары қарай болса, мына жерде мысалы уровень сопротивление жаңағы келетін болса, қызыл паттерн ондап, сразу поглощение паттерны орындалатын болса, значит, уже 3-4 паттерн жоғары қарай кетеді деген қағида бар. Ал егер қызыл паттернге келетін болсақ, мысалға, мына жерде жасыл паттерн құрады деп есептейік. Мына жерде жасыл паттерн құрады. Деп есептейік. Егер қызыл паттерн құраған жағдайда, міне, өзінің денесімен, қызыл паттерн өзінің денесімен, міне, аяғымен денесін, қызыл паттерн өзінің денесімен бірге, өзінің денесімен ғана үлкен болу керек та. Бұл жерде ешқандай жаңағындай көлеңкесі басымен бірге оны жұтып ала алмайды. Не үшін? Өйткені бұл жерде өзінің ситуациялар болады. Мен мысалы сіздерге сызып беріп тұрған бұл ең әдемі, идеальный ситуацияда бұл жерде. Егер мысалға қараңыздар, қазір сіздерге көрсетейін. Мысалға міне қызыл паттерн сызылды. Қызыл паттерн сызылып бітті. Келесі жасыл паттерн мысалға келетін болсақ, жоғары қарай жасыл паттерн, денесі осындай аяқ болып, мысалға көлеңкесі, мысалы басы анандай болып ұзын болса, бұл уже паттерн поглощениеге жатпайды. Не үшін? Бұл жерде в основном денесі қатты рөл ойнайды. Бұл жерде басы, көлеңкесі ешқандай рөл ойнамайды. Бұл жерде денесі в основном рөл ойнайды. Мысалы, қазір мына жерден де бір ситуация көрсете салайын сіздерге. Қараңыздар, міне. Мына ситуацияны көріңіздер ма? Өзінің денесімен мына жұтып алған. Міне, өзінің денесімен мына жасыл паттернды көлеңкесімен бірге жұтып алған. Көрдіңіздер ма? Ол уже бізге жаңағындай айтып отқандай, уже трендтің ары қарай жалғасуы немесе келесі 3-4 паттернның төмен қарай кетуін бізге айтып отыр. Жасыл паттерндікін көрсететін болсам, жасыл паттерн жерде ситуация аз екен, мен сіздерге бір сағаттық таймфреймді ашып көрсете салайын.
егерде мынаны қараңыздар, міне өзінің денесімен, өзінің міне жасыл паттернды алатын болсақ, өзінің денесімен алдыңғы қызыл паттернды денесімен үстінде мысалы көрінбей тұр енді сіздерге, басымен бірге жұтып алғанда жасыл паттерн. Ол бізге нені айтып тұр? Бұл бізге уже тренд 3-4 паттернның жоғары қарай кететінін айтып тұр, трендтің жалғасатынын айтып тұр бізге. Может мына жерде кішігірім уровень, мысалы сопротивление болған кезде уже пробой болды, ретест жүрді, ретесттен кейін уже ары қарай тренд жалғасты. Көрдіңіздер ме? Бұның бәрін қайдан біледі деп айтқан шығарсыздар. Мен ағайын уже айналыспай жатқаныма 2 жыл болды. Сол үшін виртуальный ақшамен ойнаңыздар, үйреніңіздер, үйреніп кетесіздер, бәрі бірден бола бермейді, үйреніп кетесіздер. Главный бірінші виртуальный счетпен үйреніп дайындалып алыңыздар. Сол қазір мен сіздерге өзімнің жазылған видеоларымның ішінен біреуін таңдап берейін, көрсетейін, қараңыздар. Міне ағайындар, қараңыздаршы, міне менің бір сделкамның үзіндісі видеоға түсіріп алғам өзім. Ана жерде көрдіңіздер ме? Міне мен бірінші паттерн, кәдімгі балға орындалған паттерндарды сызып көрсетіп отырмын. Осылардың алдында, міне осылардың алдында бізге бұлар мен қайдан білдім? Оны сіздерге сызуды ұмытып кеттім. Бұлардың мен үшінші нем, міне көрдіңіздер ме? Уверенный, сенімді паттерн. Бізде сенімді паттерн, бұл уже бізге мынаның көлеңкесі басы мен денесін полный жұтып алған, қараңыздар. Полный жұтып алып, бізге уже бұл уверенный паттерн. Мына жерде сопротивление тұр, одан 3-4 рет уже отскок жасаған, бірақ сонда да сатып алушылардың көптілігі, басым көптілігі, күштілігі екені көрініп тұр. Мына жерде көріп тұрсыздар, жасыл паттерн, уверенный паттерн. Ол мысалы көлеңкесі, басы кішкентай болып тұрды. Бұны бізде уже уверенный паттерн дейді. Бағаның қай жаққа кетіп бара жатқанын көрсетіп тұр. Мен сол үшін бірінші трендке қарадым, екінші паттернға қарадым, бірінші трендке қарадым, екінші уровень сопротивлениеге қарадым, үшінші паттерндарға қарадым. Уверенный паттерн сызылған жағдайда мыналардың мен затуханиесін күттім. Бұлар өйткені астына бір барып келетін жаңа не дейді ғой, ретест, жаңа консолидация дейді, сол жасайтын күттім да. Сол жасағаннан кейін барып мен уже өзімнің саудамды жасадым. Қараңыздар, міне трендовый уровеньді сыздым, уровень сопротивлениені сыздым, көріңіздер. Бұл жақта басқаша. Бұл 1 сағаттық таймфреймді ашқанда, 5 минуттық таймфреймді ашқанда, мысалға мына паттернға сендім, өйткені қараңыздар, трендтен сразу отскок жасаған көлеңкені көрдіңіздер ме? Өзінен 3-4 есе шығады. Сразу отскок жасаған. Бұл не? Бұл жаңағы сатып алушылардың басым көпшілігі. Сосын мына жерде де көлеңкелерді көрдіңіздер, ұзын-ұзын, и потом паттерн поглощение орындалған ана жерде көрдіңіздер ме? Бұл бізге уже трендовый уровеньнің мықтылығы екені көрсетіп тұр. Осы сауданың қазір қалай біткенін көреміз. Мына жерде де мен сделка жасасам болатын еді, бірақ мен бұл жерде уже анаған салып қойдым ақшаны. Көрдіңіздер ме? Мына көлеңкенің ұзындығын көрдіңіздер ме? Вообще керемет ситуация ғой. Мына уже бізге нені айтып тұр? Уже уровень сопротивлениені тесетін, жақын арада тесілетін бізге айтып тұр. 1 сағаттық таймфреймнің ішінде трендтің мықтылығы айтып тұр бізге бұл жерде. Айналдырып жібере салайын сіздерге қазір. 1 минуттық таймфреймді ашқанда бұл жерде мен негізі бір-екі фигураны көріп тұрмын, бірақ мына жерде уже көрдіңіздер ме? Балға паттерны орындалған. Бұл бізге қазір
разворот трендini көрсөтөт. Соңуна дейин түсірмеген ба? Жалпы сабақтың барысын түсіндірдім, жақсы түсіндірдім деп ойлаймын. Ағайын, осы видеоға лайк басып, подписаться етуді, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта тағы да осындай паттернның заңдылықтарын көрсететін боламын. Келесі сабаққа дейін кездескенше.